Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Құлан мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Пердиева Гүлбану Мейірбекова, педагог зерттеуші. Педагогикалық идеялар панорамасы 2023 байқауына кезекті жұмысымды жобамды ұсынамын. Қазіргі таңда білім беру саласында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында және оқуға, білімге деген қызығушылығын ояту мақсатында ұстаздардың да заманауи, білімді, жан-жақты, ақпараттық сауаттылық құзыреттілігі дамыған тұлға болуды қажет етеді. Құрметті әріптестер, менің педагогикалық идеялар панорамасы байқауына ұсынып отырған жұмысым бұл сынып атаулары. Яғни біздің мектебімізде 2 жылдың көлемінде осы барлық сыныптарға қазақтан шыққан ұлы тұлғаларды, мысалы Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Әбілхан Қастеев сынды көптеген қазақтың атақты ұлы тұлғаларының атындағы сынып деген атау берілді. Енді бұл сынып атауларын берудегі мақсатымыз оқушылардың бойында осы ұлы тұлғалардың тәлім-тәрбиесін, өнегесін, шығармашылығын дәріптеу мақсатында сынып атаулары берілді. Бұл сынып атауы бойынша барлық сабақ кезеңдерінде, сабақ барысында немесе сабақтан тыс уақытта да барлық іс-шараларда осы сынып атаулары бойынша қойылған тұлғалардың шығармашылығы, тағы басқа көптеген тәлім-тәрбиесі қамтылды. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау менің кабинетім. Бұл біздің кабинет осы 2 жылғы байқаудың нәтижесінде қазір Ыбырай Алтынсарин атындағы кабинет болып аталды. Бұл кабинетте Ыбырай Алтынсаринге арналған осындай арнайы бұрыш бар. Мынау өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл менің сыныбым 2 жыл қатарынан осы байқауға қатыса отырып, жыл бойы жақсы нәтиже көрсетіп, бағалау критерийлерінен өтіп, 1-ші дәрежелі дипломмен, яғни бас жүлдемен марапатталған дипломы. Ал мынау бізде кубок. Осындай сынып атаулары бойынша үздік сыныпқа жылда осындай кубок табысталады. Мынау менің сыныбымның жеңіп алған кубогы. Және сыныптан Ыбырай Алтынсаринға қатысты барлық мәлімет осы жерде көрініп тұрады. Мен сыныбының атқарған жұмыстары осы жерде, жыл бойы қандай жұмыстар атқарып соның барлығы осы жерде жинақталып, Ыбырай Алтынсарин атындағы кабинетте осындай бұрыш жасалған. Мынау өздеріңіз көріп тұрғандай, Ыбырай Алтынсарин атамыз туралы жалпы түсінік мәліметтер, сол кісінің оқулықтары, нәтижелі оқушыларға арналған қызықты ойындар, тапсырмалар осы Ыбырай Алтынсаринге қатысты. салғызды, айшылы қалыс жерлерден көзімді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге көзімді ашып жұмғанша
күн жарымда барғыздар. Ыбырай Алтынсарин өнер білім баршылар. Өнер білім баршылар тастан сары салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұртқапша жылдам хабар алғызды. Ат жоқ құр арманым мың шақырым жерлерде көзімді ашып. Ыбырай Алтынсарин өнер білім баршылар. Өнер білім баршылар тастан сары салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзімді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ат жоқ құр арманым мың шақырым жерлерден күн жарымда барғызды. Адамды қыстай ұшырды, мал істейтін жұмысты, отпен суға түсірді, отсызды тамақ пісірді, сызды сусын ұшырды. Теңізде жүрді балықтай, дүниені керекті жалықтай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Білмеген Гүлбанова Фидің сыныбы келесі жылы үздік болса, осы күнгі Гүлбанова Фиде қалады. Ал егер биылғы жаңағы жетістіктерін алып жүре алмай, тағы басқа жақтар еріншектік жағдай болса, бұл кубок ауыспалы келесі сыныпқа көшеді. Сондықтан да Гүлбанова Фиге кубогымен Ыбырай Алтынсарин қазақтың ұлы педагогы, балалар әдебиетінің атасы, ақын жазушы, қазақ балаларын кел балалар оқылық деп өзінің қанатты сөздерімен оқуға, білімге шақырды. Мына біздер Ыбырай Алтынсариннің салған жолымен арманын орындайтын және оқушыларымызға осы жолмен жүру үлкен құрмет және міндет болмақ. Мұғалім өзінің ізденісін тоқтатқанда, оның мұғалімдік қызметі жойылады демекші. Қазіргі таңдағы педагог әрдайым өзін рухани жағынан дамытып, кәсіби тұрғыдан білімін жетілдіріп отыруды алдына мақсат етіп қоюы қажет. Ендеше әрдайым ізденісте болайық, жаңашыл заманауи педагог бола отырып, оқушының жүрегінен орын алуға ұмтылайық.